Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен аптап ыстықта шөлді басатын айсти сусын рецептімен бөлісемін. Ең алдымен 5 литр қайнап тұрған суға 30 грамм каркаде және 400-450 грамм қантты салып 2-3 минуттай қайнатамыз. Одан кейін бір дана апельсинді сыртын жақсылап жуып, сыртымен қоса осылай ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Жарты лимонды да алып, дәл осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Орташа көлемдегі 2 алманы да осындай үлкен көлемдерге бөліп дайындап аламыз. 2 минуттан кейін каркаденің барлығын осы сүзгімен сүзіп аламыз. Туралып дайындалған жеміс-жидектерді қайнап тұрған каркаденің үстіне саламыз және 40 грамм жалбызды салып барлығын араластырамыз. Барлығын салып болғаннан кейін 3-5 минуттай қайнатамыз. Одан артық қайнатудың қажеті жоқ. Бөлме температурасында толықтай суытып, кейіннен тоңазытқышқа салқындатамыз. Міне дәл осындай болып шығады. Өте керемет. Осындай аптап шілденің ыстығында, жаздың аптап ыстығында кереметтей шөлді басатын айсти сусынымыз дайын. Үйдегілерге дайындап, барлығын қуантыңыздар. Ас болсын.